Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы мақтаншақ көлшік. Жаңа сөздер: мақтанды, мақтаншақ, бу, кеуіп қалады, құрғайды. Айтылым: оқиық және қайталайық. Буға айналды, көлшік кеуіп қалды. Тыңдалым: бірінші тапсырма, мәтінді тыңда. Қыста су қатады, мұз болады. Көктемде мұз ериді, суға айналады. Су буға айналады. Оқылым: екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Жазда жаңбыр жиі жауды. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Ол: мен көлмін деп мақтанды. Күзде көлшіктің суы азаяды. Оның суы буға айналады. Ол шөлдейді. Мақтаншақ көлшік кеуіп қалады. Құдық қалады. Екінші тапсырманың орысша нұсқасы. Айтылым бойынша үшінші тапсырма. Мәтіннің мазмұны бойынша суреттердің ретін айт. Бірінші сурет кеуіп қалады. Екінші сурет көлшік. Үшінші сурет жаңбыр. Төртінші сурет құдық. Бесінші сурет бу. Оқылған мәтін бойынша суреттерді ретімен айтып шығайық. Бірінші жаңбыр. Екінші құдық. Үшінші көлшік. Төртінші бу. Ал бесінші кеуіп қалады. Жарайсыздар, тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Жазылым бойынша төртінші тапсырма. Суреттерді сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтыр. Бірінші нұсқада жаңбыр. Суретте бізде жаңбыр беріліп, сондықтан біз жаңбыр жауады деп жазамыз. Жаңбыр жауады. Екінші суретте құдық берілген, яғни құдықтың айналасына не пайда болады? Көлшік пайда болады. Үшінші, көлшіктің суы неге айналады? Суретте бу берілген. Көлшіктің суы буға айналады. Төртінші, бұл бізде кеуіп қалған көлшік. Яғни көлшік кеуіп қалады. Есте сақта. Көлшік мақтанды. Ол мақтаншақ. Су буға айналады. Көлшік кеуіп қалады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.